Баршаңызға қайырлы күн, мейрамдарыңызбен. Бүгін біздер қазақтың ұлттық сусыны көжені әзірлейтін боламыз. Ол үшін біздерге бірінші етті турап алу керек болады. Біздерде мұнда піскен ет, бірақ сіздер шикі етті де осылай турап салсаңыздар болады. Осылай көбік етіп, кішкентай етіп турайтын боламыз. Міне біздерде дайын болып қалды. Толығырақ мөлшері төменде көрсетілген болады, сол жерден тағы да қарап алсаңыздар болады. Енді міне қайнаған суымызға тұз салатын боламыз. Егер сіздер шикі ет салсаңыздар, осы суға пісіріп алу керек болады. Және де етіңіз піскеннен кейін ғана осы күрішті салыңыздар. Біздерде піскен ет болғаннан кейін осылай күрішті салып жатырмыз бірінші суымызға. Күрішімізді бір 10 минутқа ыдысымыздың бетін жауып, орташа отқа пісіріп аламыз. Міне дайын болды, өте тез дайын болады күріш. Енді жаңағы піскен етімізді осында саламыз. Жақсылап араластырамыз. Және де осы ыссы күйінде өзіміздің мейізіміз салып жібереміз. Ыссы болып тұрған уақытында. Міне. Араластырып, енді осыны суытуға қоятын боламыз. Бөлме температурасында суы керек. Міне, біздерде дайын болды. Енді осында айранымызды құйып жібереміз. Менде мынандай айран, турецкий деп аталады. Бірақ сіздер үйдің айранында басқа айрандарды да қоса берсеңіздер болады. Қантсыз айран қосасыздар. Және де егер мынандай айран қосатын болсаңыздар, тағы да қосыңыздар, себебі мен аз болғаннан кейін тағы да біреуін қостым осындайдың. Жақсылап араластырамыз да тоңазытқышқа салып қойып, салқында ішкен өте дәмді болады. Осы рецепт бойынша көже істеп көріңіздер мейрамда. Өте дәмді болып шығады. Отбасыларыңыз қуантыңыздар, дастарханыңыздың жауын алатынына сенімдімін. Егер сіздерге рецепт ұнаса, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Және де біздің арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Колокольчик басып қойыңыздар, сол уақытта біздің арнада шыққан видеоны бірінші көретін боласыздар.